Әлемде өте мықты көптеген компаниялар бар. Өте мықты компанияларда елеулі қателіктер жібереді. Бүгінгі видеода әлемге танымал мықты компаниялар жіберген қателіктерді көрсетеміз. Бұл Microsoft компаниясының Surface атты планшетінің тұсаукесер салтанаты. Планшет пен Internet Explorer атты браузерге кіргенде, құрылғы жай ғана қатып қалды. Бұл планшетті байқатпай басқа планшетке тез ауыстыру керек болды. Бұл Microsoft компаниясының бірінші фейлі емес еді. Ал Windows 98 атты операциялық жүйенің тұсаукесерінде компьютер көк өлі экранды көрсетті. 2004 жылы Dell компаниясы өздігінен өртеніп кететін қаупі бар мыңдаған ноутбуктерден құтылу керек болды. Ноутбуктың Жапониядағы бір тұсаукесерінде олардың ноутбугі көпшіліктің алдында өртеніп кетті. Куәгерлер өрт сөндіргіш құралын табамын дегенше ноутбук ұзақ өртенді. Бұл оқиғадан кейін компанияның беделінен басқа ешкім зардап шекпеді. 2009 жылы әлемге танымал Google компаниясы программа жазуда қате жіберіп барлық сайттарға вирус бар деген ескертулер орнатты. Бұл ақауды Google компаниясы 55 минут ішінде жөндеп шықты. Бірақ бұл кішкентай бір қателік компанияға үлкен соққы тигізді. Компания тарихында бұл жалғыз фейл емес етін. Google компаниясының алғашқы қызметкері Google Domains сервисіне кіргенде Google сайтының бос екенін көрді. Ол осы сайтты $12 сатып алып, электронды пошта арқылы басқару панелін алды. Сол кезде Google компаниясында жүйе қаупі атты пәрмен қосылды. 1 минут өткен соң сатып алушының электронды поштасына сатылымның жүзеге аспайтынын және $12 қайтарып берілетіні туралы хат келді. Apple компаниясының директоры Тим Кук өзінің Twitter парақшасына өзінің iPhone-мен түсірілген суретін жариялады. Сурет өте бұлдыр және сапасы төмен болғандықтан Тим Куктың кейбір жазушылары Тим Кукке Samsung сатып алуын және бұдан былай мұндай сурет салмауын ұсынды.